Ассалаумалейкум достар. Ал біздер бүгін 10 тауық алып келдік. Атештер рахатын көріп жатыр. Енді бұл жерде 20 тауық, 6 атеш бар. 10 домашний тауық алып келдік. Мана кочин аралас, доминант аралас, короче. Енді мана барған жерде де атеш толып тұр екен. Бір 50 шақты атеш бар. Соның арасынан тауықтарды іріктеп, атешін бөлей шығарып, тауықтарын бұлай шығарып, короче, бөліп алып келдік. Тауықтардың жүндері түсіп қалған ғой, міне. Атештер қасқа үстерінен тапай берген ғой. Татау құйрықтарында жүндері түсіп қалған. Енді ішінде нормаль дейтіндерді алдық. Енді ала берсе осы. Жұмыртқа туып тұр, әйтеуір главный. Оған да шүкір. Қақла тие бар, доминанты бар, кучины бар, короче. Енді қара нелер бар, доминанттың басқаша түрі. Короче, сондай тауықтарды алып келдік. Ала берсе енді осы айды бітіріп алып мартқа шыққаннан кейін бұйырса көкке жайылады. Енді ала қосса мыналардың жүндері жақсы шығу үшін мен ракушняк берем. Өйткені ракушняк топырақ жесе тауықтардың жүндері жақсы шығады. Атештер талап тастаған ғой. Енді 50 атеш жүр ғой. 30-40 тауықтың арасында. Менің оның қасында 10 тауыққа 6 атешім күшті болып қалды ғой. Қазір осындай жағдай болады, ала қосса. Так, мұнда индоолықтар тұр міне. Аламандығын берсе, келесі видеоны күтіңіздер. Ала қосса жұмыртқа туып отқан видеоларын көрсететін боламын.